Shri Srimadachi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jan tanu g'ilimining 4-tarauning 1-bo'limini ағылшын tilining қазақшалауы. 3-Navruz 2021-yil. Tug'an atim Erjan Ilyasov, ruhoniyat Murat Eshiamadas. Krishna tanu jana Xrist tanu. Krishna, Krist. 1974-yili Batыс Germaniyaning Mainдағы Frankfurt қаласындағы İskon орталығының аумағында Шрила Прабхупада бірнеше шәкірттерімен және Найдералти монастырының Бенедиктин монахы Эммануэл Юнглклаусен әкемен таңғы серуенге шығады. Шрила Прабхупаданың қолындағы католик таспихына ұқсайтын медитация таспихына назар аударған Эммануэл әкенің «О Хазірет Иисус Христ, күнәларымызды кешіре көр» деп өзінің де үнемі жалбарынатыны жайындағы әңгімелері төменде келтіріледі. Шрила Прабхупада: Христ деген не? Эммануэл әке: майланған дегенді білдіретін гректің крис сөзінен Христ сөзі шыққан. Шрила Прабхупада: Кришна сөзін грекше крис дейді. Эммануэл әке: өте қызық екен. Шрила Прабхупада: Индияда Кришнаны Кришта деп атайды. Кришта сүйсіндіруші дегенді білдіретін санскрит сөзі. Христ, Кришта, Кришна дегенімізде дәл осы баршаны сүйсіндіруші Құдайдың түп тұлғасына жалбарынамыз. О көктегі әкеміз, киелі намаң мадақтала берсін деп Құдайдың Кришта я Кришна деген намасына жалбарынған Иисуспен келісесіз бе? Эммануэл әке: Құдайдың ұлы ретінде, Құдайдың ұл баласы ретінде Иисус бізге Христ деген Құдайдың шын намасын ашты деп ойлаймын. Құдайды әке деп атасақ та, керісінше, егер шын атымен атағымыз келсе, Христ дегеніміз жөн. Шрила Прабхупада: я, Христ, Кришта деп аталатын Құдайдың аты, ал Кришта, Кришна деп айтылады. Иисустың айтуынша Құдайдың намасын мадақтау шарт. Бірақ кеше бір теологтың Құдайдың намасы жоқ, Құдайды тек әке деп қана атаймыз дегенін естідім. Баласы әкесін әке дегенімен, әкесінің атаулы есімі де бар ғой. Құдайда Құдайдың түп тұлғасының жалпы атауы болғанымен, атаулы есімі Кришна болғандықтан, Құдайды Христ, Кришта я Кришна дейміз бе? Қалай атасақ та, түбінде дәл сол бір Құдайдың түп тұлғасына жалбарынамыз. Эммануэл әке: иә, Құдайдың шын аты Христ болуға тиіс. Дінімізде әке, ұл, киелі рух деген үш бірлік бар. Құдайдың атын Құдайдың ұлы ашса ғана білеміз деп сенеміз. Әкеміздің аты Иисус Христқа ашылғандықтан, Құдайдың ашқан Христ атымен атаймыз. Құдай ашқан Христ атымен атаймыз. Шрила Прабхупада: Кришна деп атаймыз ба, Христ деп атаймыз ба, айырмасы жоқ, бәрібір нама. Ең бастысы осы заманға Құдайдың намасын әндетуді ұсынатын Веда шастраларының нұсқауларын ұстану. Ең оңай жол Махамантраны әндету. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Рама мен Кришна Құдайдың намалары, ал Харе Құдайдың энергиясы. Махамантраны әндеткенде Құдайға энергиясымен бірге жалбарынамыз. Бұл энергия рухани және фәни энергия болып екіге бөлінеді. Қазір фәни энергияның қыспағына түскен біздер Кришнаға мейіріміңді жаудырып, бізді фәни энергияға қызмет етуден азат етіп, рухани энергияға қызмет етуіме мүмкіндік бере көр деп жалбарынамыз. Бүкіл философиямыз осыған саяды. Харе Кришна дегеніміз, о Құдайдың энергиясы, о Құдай Кришна, өзіңе қызмет етуіме мүмкіндік бере көр дегенді білдіреді. Қызмет ету табиғи қасиетіміз. Әйтеуір бір себептермен фәни нәрселерге қызмет ете бастаған біздер, осы қызметімізді рухани энергияға қызмет етуге айналдырсақ, өміріміз кемелденеді. Бхакти йогамен айналысу, Кришнаға сүйіспеншілікпен қызмет ету дегеніміз, ішкі жан дүниемізді хинду, мұсылман, христиан сынды сан алуан сыртқы тәни белгілерге балаудан босатып, тек Құдайға қызмет ету. Ішкі жан дүниемізді христиан, хинду, мұсылман діндеріне балайтын біздер, керісінше хиндуда, христианда, мұсылман демеспіз деп, дінге сыртқы фәни белгілерсіз келгенімізде ғана пәк таза дін немесе бхакти жайында айтыламыз. Эммануэл әке: мукти ма? Шрила Прабхупада: жоқ, бхакти. Фәни азаптардан азат ететін мукти бхактидің құрамына кіреді.
Baktisiz mukti жоқ. Керісінше, егер бакти деңгейінде hareket etsek, baktidin құрамына muktidin kirетін Bhagavad Gita'dan öğrenemiz. Mamchayo vaphi charina bhakti yogena sevate sagunan samati tyaitan brahma buyaya kalpate. Толық берлі қызмет етіп, қандай жағдай болса да, бұл жолдан ауытқымайтын пенде фәни табиғат күнәларының ықпалынан лезде азат етіліп, Браман деңгейіне көтеріледі. Bhagavad Gita 14.26. Emmanuel әке, Браман деген Кришна ма? Шрила Прабхупада. Парабраман болып табылатын Кришна, тұлғасыз Браман, шоғырланған Параматма және тұлғалы Браман деген үш сипатта танылады. Түптің түбінде Құдайдың түп тұлғасы болғандықтан, Кришна жоғарғы Браманның түп тұлғасы. Varanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam Brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Хақты танитын йогилар осы бір тұтас түп негізді Браман, Параматма, я Бхагаван дейді. Деп растайды Шримад Бхагаватам 1.2.11. Құдайды түп тұлға кейпінде тану, Құдай танудың шаршыңы. 6 бақ дәулеттің бәріне де толайым ие Құдай, ең күшті, ең бай, ең сұлу, ең әйгілі, ең дана және ең тәрк етуші. Emmanuel әке, ия келісемін. Шрила Прабхупада. Хақ болғандықтан, Құдайдың намасы да, кейпі де, қасиеттері де хақ, және Құдайдың өзінен еш айырмасы жоқ. Сондықтан Құдайдың киелі намасынан ету дегеніміз, Құдайдың өзімен тікелей қатынасуды білдіреді. Құдаймен қатынассақ, Тәңірі қасиеттерге еленеміз. Ал толық тазарған соң, жоғарғы Тәңірдің сырлас себептерінің арасына енеміз. Emmanuel әке, бірақ Құдайдың намасы туралы түсінігіміз шектеулі ғой. Шрила Прабхупада. Иә, біз шектеуліміз, керісінше Құдай шексіз. Шексіз, иә, хақ болғандықтан Құдайдың шексіз көп намалары бар. Сол намаларының әрқайсысы Құдай. Рухани түсінігімізді қанша дамытсақ, Құдайдың намаларын сонша түсінеміз. Emmanuel әке, сұрақ қоюма бола ма? Христиандар ретінде бізде Құдайды сүюді уағыздаймыз. Құдайды сүюге, Құдайға жан жүрегімізбен қызмет етуге құлшынамыз. Сонда сіздің Кришна тану қозғалысыңыз бен біздің христиану қозғалысымыздың арасындағы айырма қайсы? Иисус Христің Инжілі де уағыздаған, Құдайды сүюді уағыздау үшін шәкірттеріңізді батыс елдеріне не мақсатпен жіберіп жүрсіз? Шрила Прабхупада. Христиандар Құдайдың 10 парызын ұстанбайды. Проблеманың осыдан туып отырғанымен келісесіз бе? Emmanuel әке, иә дұрыс айтасыз. Шрила Прабхупада. Онда христиандардың Құдайды сүюлерінің мәні неде? Егер Құдайдың нұсқауларын орындамасаңыздар, онда Құдайды сүйгендеріңіз кәне? Сондықтан Құдайды сүюдің мәнін үйрету үшін келдік. Егер Құдайды сүйсеңіздер, нұсқауларына бағынар едіңіздер. Керісінше, егер бағынбасаңыздар, Құдайды шын сүймейсіздер. Құдайды емес, иттерін сүйетін дүние жүзіндегілер ұмытқан Құдайға деген сүйіспеншіліктерін жандандыру өлімін үйрету үшін Кришна тану қозғалысы ауадай қажет. Жалғыз христиандар ғана емес, хиндулар да, мұсылмандар да бәрі де кінәлі. Христиан, хинду, мұсылман сынды діндерді жамылған аталмыш діндарсымақтар Құдайға бағынбайды. Проблема осыдан туып отыр. Мейман. Христиандардың қай парызға бағынбайтынын айтып бересіз бе? Шрила Прабхупада. Иә, біріншіден қасапханаларда жануарларды өлтірме деген парызды бұзуда. Осы өлтірме деген парыздың бұзылуымен келісесіз бе? Emmanuel әке, өз басым келісемін. Шрила Прабхупада. Жақсы. Егер христиандар Құдайды сүйгілері келсе, жануарларды өлтірулерін тоқтатулары парыз. Emmanuel әке, әйтсе де ең маңыздысы Шрила Прабхупада. Егер бір санынан қате жіберсеңіз, бүкіл есебіңіз қате шығады. Бір санынан қате жіберсеңіз, қоссаңыз да, алсаңыз да, нәтижесінде есебіңіздің бәрі қате шығады. Шастралардың өзімізге ұнайтын парыздарын ғана ұстанып, ұнамайтын парыздарын ұстанбасақ, еш нәтиже шықпайды. Мысалы, арт жағымен жұмыртқалайтын тауық тұмсығымен қоректенеді. Егер фермер тауықтың алдыңғы жағын тамақтандыру тым қымбатқа түсетіндіктен, басын шауып тастағаным артық деп шешсе, өлген тауық қайтып жұмыртқаламайды. Сол секілді, егер шастралардың қиын парыздарын ұстанбай, өзімізге ұнайтын парыздарын ғана ұстанып, ауырдың үстімен жеңілді астымен жүрсек, бұлай бұрмалауымыз септігін тигізбейді. Шастралардың өзімізге ыңғайлы парыздарын ғана емес, барлық парыздарын қазғалпында ұстануымыз шарт. Құдайдың өлтірме деген бірінші парызын ұстанбастан Құдайды сүйеміз деулеріңіз жөн бе?
Meyman. Бұл парыз жануарларға емес, тек адамдарға қатысты, дейді христиандар. Шілі Прабхупада. Бұл тек адам өлтірме деген дұрыс сөзді қолдануға Христің зердесі жетпеген дегенді білдірер еді. Ағылшынша kill сөзі жалпы өлтіру мағынасында қолданылса, murder сөзі тек адам өлтіру мағынасында ғана қолданылады. Ескі өсиеттегі tirsa сөзі тек адам өлтірме емес, ешбір тірі жанды өлтірмеде баршаға қатысты қолданылған. Өлтірме сөзінің орнына тек адам өлтірме деген дұрыс сөзді қолдануға Иисустың зердесі жетпеген деп ойлайсыз ба? Өлтірме сөзі ешкімді өлтірме, әсіресе жануарларды өлтірме дегенді білдіреді. Егер Иисус тек адам өлтірме десе, адам өлтірме деген сөзді қолданар еді ғой. Эммануил әке. Әйтсе де ескі өсиеттегі өлтірме деген парыз тек адам өлтірме дегенге қатысты. Өлтірме деген Иисус осы парыздың мәнін адамды өлтіруден тартынып қана қоймай, сонымен қатар адамға сүйіспеншілікпен қарау парыз деген мағынасын кеңейткен. Иисус адамның басқа тірі жандармен қатынасы жайында емес, тек адамдардың өзара қатынасы жайында айтқан. Өлтірме дегенде Иисус ешкімді ғайбаттама, жамандама, өкпелетпе, зорлама, қинама деген сияқты психикалық, эмоциялық мағынасында ескерген. Шила Прабхупада. Біз ескі өсиет пен жаңа өсиетте емес, тек парыздарда қолданылған сөздерді ғана талдап отырмыз. Егер бұл сөздерге түсінік бергілеріңіз келсе, оның жөні басқа. Біз мәнін тікелей түсінеміз. Өлтірме дегеніміз христиандар өлтірмеуге тиіс дегенді білдіреді. Әдеттегі қылықтарыңызды жалғастыра беру үшін өздеріңізше түсінік берсеңіздер де, бұл түсінік берудің қажет еместігін айдан анық білеміз. Тек түсініксіз болса ғана түсінік беру қажет. Керісінше, айдан анық өлтірме деген парыздың мәніне несіне түсінік береміз? Эммануил әке. Өсімдіктерді жеуде өлтіруге жата ма? Шила Прабхупада. Вайшнава философиясының үйретуінше тіпті өсімдіктерді де орынсыз өлтіруге болмайды. Кришна Бхагавад-гитада 9.26. Патрам пушпам палам тоям яма бхактя праячати тадахам бхакти упахритам ашнами праятат манаха. Егер біреу маған сүйіспеншілікпен беріліп, жапырақ, гүл, жеміс немесе су ұсынса, мен оның тартуын қабыл аламын дейді. Біз Кришнаға сұраған асын ұсынамыз да, Кришна ішіп жеп болған соң сарқытын жейміз. Егер Кришнаға вегетариан асын ұсыну күнә болса, онда ол біздің емес, Кришнаның күнәсі болар еді. Ал Құдай апапа видха, күнәлі істер салдарымен харамданбайды. Тіпті зәрді де буландырып тазартатын құдіретті күнге ұқсас, Кришнаның істерін біз істей алмаймыз. Сондай-ақ Кришна адам өлтірушінің дарға асуға бұйрық берсе де, билігінің күшімен өзі жазаға тартылмайтын патшаға ұқсайды. Алдымен Құдайға ұсынылған асты ішіп жеуде соғыс кезінде сарбаздың адам өлтіруіне ұқсайды. Соғыста әскербасының бұйрығымен шабуылдайтын бағынышты сарбаз жауын өлтірген үшін медалмен марапатталады. Керісінше, егер дәл сол әскербасының рұқсатынсыз өлтірсе, сарбаз жазаға тартылады. Сол секілді, егер тек Кришнаға ұсынылған астың зарқытымен, прасадамен ғана тамақтансақ, еш күнәға батпайтынымызды Бхагавад-гита растайды. 3.13. Яджна шишта шина санта мучанте сарва килпишай пунжате тетвакам папа епа чантятма каранат. Алдымен Құдайға құрбан ретінде ұсынылған аспен тамақтанатын бакталар күнәнің барлық түрінен арылады. Керісінше, тамақты өзі тойып ләззаттану үшін әзірлейтін күнәһарлар тек күнәні ішіп жейді. Эммануил әке, Кришна жануарларды жеуге рұқсат бермей ме? Шила Прабхупада. Жануарлар әлемінде бірін-бірі жей береді. Керісінше, өркениетті діни адамдар жануарларды өлтіріп етін жеу үшін жаралмаған. Егер жануарларды өлтіруді тоқтатып, Христің киелі намасын әндетсеңіздер, кемелдеріңізге келесіздер. Мен сіздерді үйрету үшін емес, тек Құдайдың намасын әндете көріңіздер деп өтініш еткелі келдім. Библияларыңызда осыны талап етеді. Осылай шүйіркелестен ынтымақтасып, Харе Кришнаны әндетейік. Керісінше, егер Кришнаның намасын әндетуге қарсы ырымға сенсеңіздер, онда Христос, Кришна деген намаларыңызды әндете беріңіздер. Араларында еш айырма жоқ. Шри Чайтанья, нам макари бахута нижа сарва шакти. Құдайдың миллиондаған намалары мен өзінің арасында айырма болмайтықтан,
Сол намалардың әрқайсы Құдайдай құдіретті дегендіктен, тіпті Hindu, Христиан, мұсылман деген сыртқы атауларды мойындауларыңызға қарамастан, өз жазбаларыңыздағы Құдайдың намасын әндетсеңіздер, рухани деңгейге көтерілесіздер. Адам өмірі ішкі жан дүниені тану үшін, Құдайды сүюді үйрену үшін арналған. Адамның шын парызы осы. Hindu парызын, я Христиан парызын, я мұсылман парызын атқарасыздар ма? Мәселе онда емес. Ең бастысы парыздарыңызды атқарыңыздар. Эммануэл әке, келісемін. Шілі Прабхупада, жіпке тізілген 108 медитация моншақтарын тұратын таспиқ нұсқап, сіздің таспиқтарыңыз секілді мына таспиқымызды біз де қолымыздан тастамаймыз. Сізге ұқсап басқа христиандардан неге әндетпейді? Адами өмір тәніне ғана берілетін осы мүмкіндікті неге пайдаланбайды? Мысықтар мен иттер әндете алмайтын Құдайдың намаларын адами денедегі біздер әндете аламыз. Себебі адами тіліміз бар. Құдайдың намаларын әндетсек, еш нәрсемізді жоғалтпаймыз. Керісінше, зор игілікке кенелеміз. Харе Кришнаны үнемі әндететін шәкірттерімді киноға бару секілді көптеген нәрселердің қызығын көрудің орнына бәрінен бас тартты. Балық, ет, жұмыртқа жемейді, естен айырып еліртетін есірткілерге, ішімдіктерге, темекіге әуестенбейді, құмар ойындар ойнамайды, алып сату айла шарғыларымен алдамайды, және заңсыз жыныс қатынасына түспейді. Керісінше Құдайдың киелі намасын әндетеді. Егер бізбен бірге қоян қолтық ынтымақтасқыңыз келсе, шіркеулеріңізге барып, Кришна намаларын әндетіңіздер десем, қарсы келмейсіз бе? Эммануэл әке, қарсы келмеймін, өз басым сіздерге қуана қосылар едім. Шілі Прабхупада, жоқ, біз сізбен христиан шіркеуінің өкілі ретінде сөйлесіп отырмыз. Шіркеулерді жабық ұстағанша бізге неге бермеске? Біз шіркеуде Құдайдың киелі намасын үнемі әндетер едік. Ешкім болмағандықтан жабылып қалған көптеген шіркеулерді сатып алдық. Лондонда жабылып қалған немесе дүнияви мақсаттарда қолданылатын жүздеген шіркеулерді көрдім. Осындай бір шіркеуді Лос-Анджелесте сатып алдық. Ешкім келмегендіктен бізге сатты. Ал егер дәл сол шіркеуге бүгін кірсеңіз, мыңдаған адамдарды көресіз. Зерделі интеллектуал адам мұндай Құдайды 5 сағатта емес 5-ақ минутта түсінеді. Эммануэл әке, түсінемін. Шілі Прабхупада, мұны түсінбейтін басқалардың дерті, түсінгілер келмейтінде мейман. Құдайды зерденің емес, мойынсынудың көмегімен таниды деп ойлаймын. Шілі Прабхупада, мойынсыну дегеніміз зерделі интеллектуал нышаны. Библияның айтуынша, қой аузынан шөп болмайтын момын, жуас жанға Құдай патшалығын аманат мұра етіп береді делінген емес пе? Ал бәрімізде Құдайымыз дейтін алаяқтар философиясы бүгінде кеңінен етек жайғандықтан, ешкімде момын да емес, жуас та емес. Өздерін Құдайымыз дейтіндер момын жуас бола ала ма? Сондықтан шәкірттерімді момын жуас болуға үйретемін. Храмда және рухани ұстазына үнемі қошеметпен мойынсына бас иетін шәкірттерім осылай алға басады. Момын жуас қасиеттер рухани ішкі жан дүниелерін өте жылдам тануға жетелейді. Веда шастраларының айтуынша Құдайға және Құдайдың өкілі болып саналатын рухани ұстазға берік сенушілерге Веда шастраларының мәні ашылады. Эммануэл әке, сонда баршаға бірдей мойынсына құрмет көрсету керек пе? Шілі Прабхупада, иә, бірақ құрмет ерекше және кәдімгі болып екіге бөлінеді. Шри Кришна Чайтаньяның үйретуінше тіпті өзімізді сыйламаса да, ешкімнен сый құрмет дәметпей, баршаға әрқашан құрмет көрсетуге тиіспіз. Бірақ Құдайға және Құдайдың шын берілген бақтасына ерекше құрмет көрсету шарт. Эммануэл әке, иә, келісемін. Шілі Прабхупада, христиан діни қызметкерлері Кришнатану қозғалысымен қоян қолтық ынтымақтасып, Христос намасын әндетіп, қасапханаларда жануарларды өлтіруге жол бермеуге міндетті. Библия ілімі үйрететін бұл бағдарлама менің ойлап шығарған философиям емес. Мархабат етіп, осылай істесеңіздер, әлем ахуалының жақсарғанын аңғарасыздар. Эммануэл әке, зор рахмет. Шілі Прабхупада, Харе Кришна.